Республикада игіннер оңышы барлық мейданның 90%-ында жейіп алынған. Әр гектардан 15 центнердан ортық ашлық шыға. Тезден еш комбайншыларының хизмет кішісін Донлыбыз республика конкурсы финалисттары да ошықлана. Конкурсны біздің телерадиокомпания, ауыл хұжалығы һәм азық-түлік министрлігі шулай ук Қазан дәулет аграр университеті 13-ші тапқыр өткәрі. Мамадыш районында да урақ тәмамланып келі. Мамадыш механизаторлар үшін бұйылғы урағы жеңіл берілмеген. Қатнаулы қырлық шарттарында игеншілерге сыналарға көп тырышырға туры келген. Хлеба маленькие, вышли из засухи. Урожайность меньше. Засуха была, наверное. Конечно. Короткий срез, больше камней попадает. Район бойынша орташа оңыш 1 гектардан 19 центнер. Бұл республика бойынша орташа көрсеткіштен юғарырақ. Тек мұнда да бүтін жердегі кебегік табиғат күйсізліктері өзін сездірі. Қырлыққа қарамастан районның қайбір құжалықларында күзгі шәшу башланған енді. Бірде сабан шәшуліктеріне генә үміт етмейлер. Сыйфаты бигайбет, ипи пішіре тұрған клейковиналар жоғары, ипи пішіре тұрған бұдай алабыз. Урожайность бойынша біраз қолшабыз енді. Былтырғы шекелі урожай жоқ. Комбайншылар арасында яшьләр экипажлары да бар. Вакытның кадерен белеп эшлиләр. Бөртекләрне җыеп алганнан соң кукуруза, көнбагыш басуларына чыгасы бар. На фоне засухи нынче уборка была сложная, но то, что вырастили, старались убрать. Быел кырлык шартларында урак кыен булды. Бөртек аз. Үстерелгәнне җыеп алырбыз дип уйлыйм. Комбайн шөһәләре миңа ошый. Аны сайлауыма үкенмим. Алмаз Габделбәров яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен Донлыбыз 13-ші республика конкурсында катнашучылар арасында. Аңа финалга чыгу өчен саллы гына ашык тоттырырга, аннары конкурс барышында теоретик белемнәрне һәм комбайнны яхшы белүләрен күрсәтергә кирәк. Иң яхшы яшь комбайнчылар сентябрь ахырында ачыклана. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.